Сәлем достар, сіздермен бүгін дәл осындай керемет қытырлап тұратын корындоктар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды өтінемін. Енді ең алдымен біз сосискаларымызды дәл осындай қағаз сүлгіге қойып, үстін жақсылап басып суларын тартып аламыз. Бізге сүт керек болады, ұн, жұмыртқа, шекер, разрыхлитель, тұз керек болады. Ең алдымен ұнымызды ыдысымызға саламыз. Шекерімізді саламыз. Разрыхлитель мен тұзымызды да салып, жақсылап араластырып жұмыртқамызды салатын боламыз. Енді жақсылап араластырғаннан кейін сүтімізді аз-аздан құямыз. Енді жақсылап бір келке болғанға дейін араластыратын боламыз. Көріп тұрғаныңыздай бізде дәл осындай қою масса болады. Енді бұл массаны ұзындау дәл осындай стаканға салып аламыз. Ал енді стаканға салып алдық. Сосискаларымызға дәл осылай шпажкаларды жақсылап орнатып аламыз. Достар, менің каналымда басқата тағам түрлері, тәттілер, торттар, десерттердің рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көріңіздер. Көріп тұрғаныңыздай дәл осылай орналастырып алдық. Бізде барлық сосискаларымыз дайын болды. Енді дәл осындай стаканға жайлап батырып аламыз. Мен де дәл осындай сухари қолдандым. Сіздер қалағаныңызды қолдана аласыздар. Сухари болмаса да, осындай талқанға илеп алсаңыздар да болады. Мен сухариға үйде бар нандан жасадым. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар да болады. Енді жақсылап сухариге батырып алғаннан кейін талқанымызды барлық жеріне тигізіп шығамыз. Өйткені сухариларымыз барлық жеріне тимейді. Дәл осылай барлық жеріне тигізіп сеуіп аламыз. Мен сіздерге екі түрін көрсеткім келді корындоктардың. Біреуі сухаримен, ал екіншісі дәл осылай талқанға илеп аламыз. Екі түрі де өте дәмді болады екен, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Таңғы асқа немесе асқа тез дайын болатын іске басарлар болады. Қызып тұрған майда енді барлығын бірінен кейін бірін салып қуырып алатын боламыз. Жақсылап қызартырып қуырып алғаннан кейін дайын корындоктарымызды салфетканың үстіне алатын боламыз. Мен осындай салфетке қолданамын. Ал сіздер газетаның үстіне немесе қағаздың, дәптердің үстіне алсаңыздар да болады. Дәл осылай бірінен кейін бірін аламыз. Енді қалған корындоктарымызды да жақсылап қуырып алатын боламыз, қызартырып. Екі жағын аударып жақсылап қызартырып қуырамыз. Қуырылған корындоктарымызды тағы да салфетканың үстіне алатын боламыз. Біздің корындоктарымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет, сочный болып шығады және өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Достар, видеоны достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай қырсылдап тұратын корындоктар болады. Ал сіздерге сәттілік, достар.